Достар, біздер қазір Гелан ауылындамыз. Бұл ауыл 1100 мыңнан асқан. Бұл ауыл неше жылға дейін біздер үшін жауық болған. Себебі бұл Тәжікстанның шекарасында болған себебі. Қазір бұл ауыл ашылып, туризм рауажданбақта. Бірақ ең жағымлы жері, туризм рауажданған жағдайда да бұлар өзлерінің ауылдың именно Гелан стилінде сақланып қалмақта әзірге күнге дейін. Соның үшін көп иностранцлар, туристер бұл жаққа келгенді жақсы көреді. Геланды негізі Альпінің хауасы менен суына теңлестіреді. Себебі бұл жерден бір мөжиза болып, жердің астынан су шығады. Су қазір өзлері, бұл жергілікті адамдар өзлері өткізіп, һәм үйіне суны ағыздырып қойыпты. Су сондай мазалы, һәм хауасы да таза. Мысалы, қазір август ай ыссы болса, бұл жерде хауа салқынлау. Сондай бір хәз етіп жүресең, жазда келсеңіз, бұл жерде хәз етесілер. Достар, Геланның үйлері өзгеше басқаша. Себебі қараң, қазір көріп тұрғаныңыздай, астында үлкен бетоннан қойылған, кейін таспенен істелінеді, кейін және бірінші этаж, кейін екінші этаж. Негізі өздері екінші этажда тұрады, а бірінші этаж қарап тұрғаныңыздай мал қора һәм кезек үшін істелінген. Ал асты болса қалың, себебі қыста бұл жерде қар мүмкін емес көп. Соның үшін жай бекем болу үшін олардың фундаменті да естественно бекем. Достар, егер абайлаған болсаңыз, Геланда һәме жерде кезек бар. Бұларды бұны таппы дейді. Бұлар енді газ болмағаннан кейін бұны қысыменен жандырып, отын жандырып, үйін сөйтіп ыстады екен. Геланда һәме жерде бар сондай таппылар. Қара. Достар, қараң, мынау Геланда мен бір жақсы көретін үйдің біреуі. Бұл guest house негізі. Уақытыңыз келсе де сондай үйлерге барсаңыз да болады. Мынандай жерлерде де адамлар жатады. Қараң, мынандай көрпеше төсек. Һәме жерде бір ғой негізі. Бұл түрлері қаттыға сұлу. Қараң, қандай сұлу Гелан. Ал мен өзім Геланды жақсы көремін, соң үшін уақытыңыз болғанда әлбетте келің. Мына үй Геланды тау бетте жоғарда жайласқан Шахзод деген баланың үйі. Һәме біледі. Келсеңіз, келің сізге түрін көрсетемін. Мына Шахзод деген бала. Мына баланың үйінде де болсаңыз болады. Арқайын келе берің. Менің достым, сенімлі адам. Соның үшін кеттік Геланды көрсетемізлерге. Гелан теңіз қаддінен 2000 метр биіктікте. Памир тау дізбекілері арасында. Шахризабстан 80 километр ұзақлықта жайласқан. Бұл мемлекеттің ең биік ауылларының бірі болып есептелінеді. Ең қызықарлы Геланда 800 жылдық картошка дәстүрі бар. Тік жанбауырларда жергілікті фермерлер 800 жылға шамалас уақыт давамында қолда һәм минимал техника жәрдемінде картошка жетістірген. Бұл жер зұратының мазасы һәм сапасы менен белгілі. Гелан өзі 2018 жылға дейін туристлер үшін жауық болған. Себебі Тәжікстан шекарасына жүдә жақын. Сол себеппенен бұлар көп затты ескі қалатында сақлам қалған. Геланда ұзақ жасаушылар жүдә көп. Халық көбінесе 85-90 жасқа дейін жасайды. Һәм оннан үлкен жас жасағанларан болған екен. Үше, матчты йоныда Маңға интервью бердіңіз. Өткен елі. Сіз сразу чырайлы расыңызға қарайын. Ошанда бердіңіз маңға интервью. Bir hafta boyunca şu. Acayip, sizi көргенімді құрсамман. Аны бір ел өтті. Құдайға шүкір, қарайын. Ана қарайын. Зор çıkana. Dostlar, қараң,
мен өткен жылы мына ағамыздан интервью алып суретке алып едім. Мында ағамыз қараң, Құдайға шүкір деп сапа сау, денсаулығы сау тірі мен көріп қуанатпын. Бір жылдан кейін көрдім. Қараң ағаны, қандай бақыт, я? Просто құрсан. Bismillahirrahmanirrahim. Dua kalbim bırak, oldum muhasem. Duayı muazabat kun seyidi olam. Daruni cennetum ve asiru tezalkun. Dahani cümle mu'min ve azabi habdi kaptalkun. Hudaya hudavanda şumulan penozun saatines, hadirazon litampinet. Huda ondan dalagını psikolojun lebarakatlat. İbar hudayı perinoyat. Hakkı kalam bili hayat. Mağayı bir söz böldüm. Kubama belgadoni sağ selamet amin. 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 Rahmat. Bu bırak. Ayda. Mahazı. Sizam sağ болейін. Майраса, құрсан болым сізді көріп. Достар, мен бағана сіздер айтқан бұлақтың суы ұсындайымда. Әмме жерде қыланда сондай суға ағып тұрады. Су қатты мазалы. Достар, мына біздің артымдағы үй бір асырге толған үй деп айта алады. Қараң, бұл үйдің үйесі қайтыс болып қапты, соның үшін үй жауға келді, ішіне кіре алмаймыз. Бірақ мына ғылан, мына біздер қазір ескі ғыландамыз. Ғылан қазір екі стильге бөлінеді деп айтса да болады. Бұл жер уже рауажданып жатыр. Енді әлбетте жергілікті адамдарым жасағысы келеді, соның үшін өздеріне условиялар жаратып, үйлер современный условиялармен істеп жатыр. Бірақ ескі ғыланда мына үйлерді еле көрсе болады. Қараң. Ана апа несі сыпырып отырған 93 жаста, сенесіз ба? Біздер Гиланда айланып етіп жүргенімізде случайно бір үйдің есігі ашық тұрған екен. Қарасақ, ол жерде баса-бас аяллар, бір затлар істеп жатыр. Үйіне әстен кіріп, рұқсат алып, кіріп көрсек, видеоға алсақ бола ма дегенде біздерге рұқсат беріп, бір хазеттік. Себебі бұлар өзлерінің тек ғыланда қылынатын кеспасын істеп жатырған екен. Жүрін кеттік, көреміз. Кеспас по-гиландски. Достар, қазір біздер жергілікті бір жағымлы адамлардың үйіне келдік. Бұлар как раз қысқа тайырлық көріп жатыр екен. Бұларда угра деген бір ауқаты бар. Уграплов деген ауқаты бар екен. Мен өмірімде көрмедім, естпедім, көрмедім хам. Бізде қазір соң процесі не? Қандай бақыт процесіне келіп қалдық. Қараң, аялар бұны қадымғы біздеріміз кеспастай майда етіп тұрап кептіреді. Кептіріп болғаннан кейін бұлай ұсылай қуырады, кейін алып қойып қысыменен жей береді. To'g'ri? Polov qanaqa bo'ladi keyin? Polovga ham solishadi, oddiy ham qilishadi. Oddiy ham ovqatga solishadi. Как makaronga o'xshaydi. Makaronga o'xshaydi? Ha. Keyin polovga ham solishadi. Ugra palov deyiladi unisi. Go'sht solasiz, a? Ha, go'sht solinadi. Voy, ajoyib. Solinadi. Har xili bo'ladi. 3 xili va 4 xili bo'ladi. С моркови или с капустовой тоже будет. Получается плов. Угроплов называется. Угроплов, как классно. Смотрите, ребята. Вау. Жарить лук. Рыбий. Антон, красавчик, пошел.
Rasta ham tchapko. Anam ti haborshom. Şuraş umu. Poyida ham qiling. Anda. Şu. Ne diyeceğim? Достар, сіздерге бір қызық зат айтайын ба? Біздер бір апуай үйге кірмеппіз. Ал қараң, біз случайно өзі біздерге керек адамның үйіне кіріппіз. Егер білсеңіз, өзі Гилан өзінің мини-геслеріменен белгілі. Бұл жердің адамлары жиналысып 50 мини-гес құрған. Сенесіз бе, өзлері құрған. Сол адамлардың бірі тап осы ағамыз болып шығады. Бұл ағаның үйінде аухат жеп болып, ағамыз біздерді өзінің әкесі құрған дачасына алып барды. Как раз таки осы дачада гесі құрылған екен. Достар, ал бүгін бізде аухат жеп болып Махматкүл ағаның үйіне аухат жеп болып Махматкүл ағаның дачасына келдік. Енді мен сіздерге айтайын, бұл жер бір сондай сұлу жер. Махматкүл аға, можете рассказать немножко о вашем вот живописном, красивом месте? Это дача или что это? Или это просто сад? Расскажите, пожалуйста. Здесь очень-очень красиво. Да, это здравствуйте сначала. Это сад, это история остался от дедов. Где-то возраст это 120 или 130 годов остался от дедов. От дедов остался у отцов, от моего отца остался это у нас. Вот я ухаживаю сейчас, это садов. Вот смотрите, это говорит, это тутовка. У него возраст 150 лет. Вау. Возраст 150 лет. Это след дедов. Это след народа Гилана, след, это традиция. Вот, это наследие от ваших предков? Это наследие, да, предков наследия. Как так мило. Остался. Я ухаживаю сейчас на это, и останется у меня еще на сыновей. Поколение, я хочу, что поколение остаться. Да вот это природа, мы сохраняем природу. Да. Люди перейдет, отдохнет, Да. дышит свежий воздух. Да. Вот такая жизнь. А скажите, здесь только сад или у вас тут есть дача? Тут у вас дача есть? Да. Вот остался у меня вот отцовский домик. Вот этот маленький? Вот этот. У него возраст 100 лет. Вот этому вот домику это, 100 лет? Да, внутри смотрим сейчас. Обязательно Конечно, посмотрим, смотрим. обязательно. Вот мы строили вот такие. Вот Дачи, такие да? или вот такие, да, дачи строили. А скажите, если кто-то из гостей, туристов будут приезжать в Гилан, да, вот, например, у меня часто спрашивают с Каракалпаки, за границей спрашивают, как поехать, где остановиться в Гилане. Я могу порекомендовать им? Да, мы угостим. Сколько возможно. Конечно, угостим, не отказываем. Ане достар, енді Гиланға келсеңіз, мен бұл дачаның, яғни ағамыздың нөмірлерін әлбетте жазып жіберемен, хабарласа берің, өзіңіз келе берің. Бұл жер енді бар ма? Қазір әммесін көрсетеміз. Масқара енді сұлу жер сіздерге айтаман. Басқа еш жерге баруыңыз керек емес. 3 жерге келсеңіз достаточно, мүмкін емес. Зор. Вот сейчас стоим, вершине гора. Вниз у него 50 метров вертикаль вершине гора, стоим вершине гора. Это называется у меня дача как? Тауның үстігі бог. На вершине гора это сад. Сад на вершине да, горы. вершине горы. Так перевод и получается. Таудың үстіндегі бақ деген, жаңағы бұл жердің аты бар екен. Вот мы пришли на вершину Гиса. Пожалуйста. Из этого источника вода, вот сколько смотрите, маленький. Я получаю 220 вольтовая электростанция. 220 вольтовая электростанция? Да, электростанция. Это 300-350 ватт электроэнергии я получаю. Он это обеспечит мой дача, мой освещительный дача. Пожалуйста, сейчас, если хотите, попробуем освещать это, включать ГИС. Да, давайте посмотрим. А как? Надо опускать вода. Сначала опускаем вода. Вот сейчас вода не идет на ГИС, сейчас опускаем вода. Вот смотрите, пожалуйста. Я немножко попробую. У него здесь есть сейчас закрывалка. Я открою закрывалку. Пожалуйста.
Вот вода идет на ГЭС. Пожалуйста, она ушла в ГЭС. Ага, она идет в ГИС. И что она делает? Расскажите. Она крутит первый барабан. Первый барабан крутит. Барабан за что? Барабан это повышает это обороты это электромотора. Здесь не генератор, а электромотор. Вместе конденсатора мы получаем 220 вольт. У него оборот где-то 1500 оборот. На 1500 оборот электромотор дает вместе с конденсатором электроэнергия. Раньше мы на физике учили, что электромотор это получается электроэнергия, дает механическая энергия. Я сейчас сделал его наоборот. Наоборот. Мы там не учили на этой школе. Мы сами попробовали. Наоборот, если получаешь обороты вместе с конденсатором, она дает электроэнергию. И вы обогащаете электроэнергией какую-то часть или большую часть Гелана? Или как это работает? Нет, это работает на свой собственный. У каждого... Да, у каждого населения где-то 10 человек, или 15, или 20, или 50 человек вместе сделали на речке там. Когда нуждали мы, создали такой маленький есть. И это бесплатно? Это у каждого бесплатно. Кто сможет, не продает никому, может помогает ему. Может делать освещение, может делать на какой-то... И вот таким образом у вас есть свет, Да, свет электричество. был. А это в каком году вы начали это делать? Где-то 20 лет назад. 20 лет назад. Да, 20 а это лет. сейчас на всякий случай, На если всякий случай, электричество на если всякий случай. отключат? А у меня в даче нет энергии. Я использую его. Если хотите, вот я включаю его. Да. Вот я включил его. Уже она дает электроэнергию. Может, посмотрим. Это удивительно. Вай. Вот сколько вода можно получать электроэнергию. У него вершина где-то 10 метров вертикаль. Вниз, да? Да, вершина трубой вертикаль это 10 метров. Приблизительно 8-10 метров. И ateşige alma gülü lala, gülü lala. И ateşige alma gülü lala, gülü lala деп алма теріп жүріп пен. Ой, менің алмалары сондай мазалы. Қатты, прям сладкий қанттай. Соны ерінбестен теріп, өзіменен алып кете жақпан жолға. Ане бабамыздан маған жәрдем беріп жатырыпты, қандай жақсы. Вай, вообще. Достар. Приходите поближе. Достар, сіздер бұны көрдіңіздер ма? Сколько там? 50 метров вертикаль вот. Вот смотрите, там. 50 метр вертикал кеткен тау. Вот там бар речки, бұл вот жерде. смотрите, там все там природу видно. Вот речки видно, наши горах. У меня мурашки. Достар, мен қазір мурашки по телу дейді ғой, сондай қараң. Қандай сұлулық. Ана жердегі суының дауысы естіліп тұрды, қараң. Тау үстігі бау. Таудың үстіндегі бақ деген ұсыны айтқан екен да ағамыз. Вот люди трудили, там сделали садики, смотрите. Они трудили, поколение трудили. Достар, негізі Гелан дүния жүзі бойынша ең сұлу ауылдардың бірі болып есептелінеді. Неше мемлекеттен адамдар бұл жерге айлануға, хайкинге, тау бетте айланып, бұл жергілікті өмірді көруге асығып келеді. Мен өзім шақсы ең жақсы көретін ауылдардың бірі болып есептелінеді. Бұл жерге Өзбекстанда ең ыссы пайт келсеңіз әзетесізлер. Ерімең достар, әлбетте өтің бұл жерге. Сізлерге тәсвия беремен. Ал сізлер менен кейінгі видеомызды көріскенше асығамын. Себебі біздер Қарақалпақстанға жолға шығамыз.